2021 жылғы 11 ақпанда Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті ішкі істер министрлігімен бірлесіп, арнайы мақсаттағы қызметін қатыстырумен аса қауіпті трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесті. Тексеру барысында 2020 жылғы қазан-қарашада теріс ниеттілер Ақтөбе қаласына Беларусь және Қазақстан кәсіпкерлерін алдап шақырып, психологиялық және күшпен қысым көрсету арқылы бизнесмендердің 87 миллион теңге мөлшеріндегі ақшалай қаражатын иеленгені анықталды. Бұдан әрі 2021 жылғы ақпанда Мәскеу қаласынан бизнесменді ірі инвестициялық компаниясының басшысын Ақтөбе қаласына шақырып, осыған ұқсас жолмен 500 мың ақш долларын иемденуді жоспарлаған. Нәтижесінде топ жетекшісі Қазақстан азаматы және 4 белсенді мүшесі Ресей Федерациясының азаматтары ұсталды. Тінту барысында 3 калашников автоматы, электрошокерлер, бетперделер, банк карталары, ұялы телефондар мен қылмыс жасаудың басқа да құралдар жабдықтары табылып алынды. Күдіктілерге қатысты қамауға алу бұлтартпау шарасы қолданылды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 264 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды.